Сәлем баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай, өте дәмді лазанья рецептісімен бөлісетін боламын. Егер де күнделікті кешкі асқа қандай тамақ дайындаймын деп білмей жүрсеңіз, онда осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Ал кеттік. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа 3 жұмыртқаны және де тұзды қосып араластырамыз. Одан соң илегіштен өткізілген қажетінше ұнды сеуіп қамыр илейміз. Жұп-жұмсақ қамыр шығады. 1 сағат бетін жауып алып қоямыз. Одан соң қамырымызды жаямыз. Жұп-жұқа етіп жайып шығу қажет. Қамырды өзіңіз қолданатын формаға сәйкестендіріп бөліктерге бөліп шығамыз. Менде 4 лист шықты, және де қалған бөліктерін мен жетпей қалған жерлеріне қостым. Негізі осы лазаньяның өзінің дайын қамыры болады. Келесі бешамель соусын дайындаймыз. Сотейникке сары майды ертеміз. Одан соң біз ұнды қосамыз. Тез-тез араластырып отыру қажет, комочек пайда болмау үшін. Содан соң сүт қосамыз. Қайнағаннан кейін баяу отта үнемі араластырып отыру қажет. Тұз, қарабұрыш қосамыз. Қоюланғанша араластырамыз. Міне біздің соусымыз дайын болды. Астын сөндіріп алып қоямыз. Келесі салмасын дайындаймыз. Табаға май қоямыз. Одан соң фаршымызды салып 10 минутта қуырамыз. Кейін ұсақтап туралған жуа, қызыл бұрышты қосамыз. Тұз, қара бұрыш және де өзіңіз қалаған приправаны қоссаңыздар болады. Тағы да 10 минут қуырамыз. Содан соң блендердан немесе үккіштен өткізілген қызанақты қосамыз да тағы да бетін жауып 15 минутта қуырамыз. Сосын біздің салмамыз дайын. Енді барлығын жинаймыз. Форманың ең астына соус бешамельді жағамыз. Одан соң салмамызды саламыз. Және де қамырды осы очередьпен барлығын біткенше жасап шығамыз. Соус бешамельді негізі осында кеспен жақсаңыз өте оңай жағылады. Духовкаға 180 градуста қыздырылған 30 минутқа саламыз. Одан соң 30 минуттан кейін алып шығып сырын себеміз. Менде кәдімгідей твердый сыр, моцарелланы да қолдануға болады, кез келген сырды қолдануға болады. Содан кейін тағы 10 минутқа сыр ерінше қойып қоямыз. Міне осымен біздің лазаньямыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Отбасыма барлығына ұнады. Енді жиі жасап тұратын боламын. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер де рецепт ұнаған болса, онда лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мархабат.